Насыр әл-Фараби энциклопедист ғалым дейміз. Оның қалам тартпаған саласы жоқ, ғылымның қалам тартпаған саласы жоқ. Өйткені Әбу Насыр әл-Фарабиға дейін ғалым адам ғылымның барлық саласына қалам тербейтін. Бұны біз Абу Али ибн Синадан көреміз. Басқалардан да көреміз. Ал енді Әбу Насыр ислам дүниесінде бірінші болып ғаламда жіктеп берді. Ол кісінің китаб ихса ал-улум, ғылымда классификациялау жіктеу деген еңбегі бар. Сонда әрбір ғылым саласын жеке-жеке салаға бөліп берді. Бұл да үлкен бір Әл-Фарабидің атқарған жұмысы деуіміз керек. Тіпті соның ішінде филология саласының өзінде бірнеше тарауларға, бөлімдерге бөліп жіктеп тастады. Мінекей, енді осы салада өзі де көптеген шығармалар қалдырды бізге. Енді менің түрлі кездесулерде оқыған лекцияларында, әңгімелерін жұртмен әдетте сұрап жетті. Енді отырардан тек қана Әбу Насыр әл-Фараби шықты ма? Сомен тоқтап қалды ма? Басқа ғалым шықпады ма дейді. Тоқтап қалған жоқ. Отырардан 15 ғасырға дейін шыққан ғалымдар тізбегі үзілмеген. Мен соның бүгін бірнешеуіне тоқтала кеткім келіп отыр. Енді Әбу Насыр әл-Фараби энциклопедист ғалым дедік. Ал енді бір айта кететін нәрсе, Әбу Насыр әл-Фарабиға дейін өмір сүрген ғалым бар. Ол кім? Ол Аббас әл-Жауһари. Әл-Жауһари деген кісілерді көп. Мен ол туралы айтам. Осы Отырардың маңында, Отырардың шерік қалалары, кенттері қамалдар болған. Зәрнуж қамалы, Жауһары қамалы деген секілді, кенті деген секілді. Міне осы жерлерден де көптеген ғалымдар шыққан. Соның біреуі Аббас әл-Жауһари. Бұл кісі 829-830 жылдары Бағдатта, Дамаскіде жүргізілген астрономиялық бақылау шараларына қатысқан. Бұл кісі яғни астроном ғой. Және бұл кісі атақты математик. Бұл кісі туралы кезінде қазақ жерінің табыр ғалым перзенті Әбу Насыр әл-Фарабидің математикасын зерттеген Ауданбек Көбесов деген ағамыз зерттеулерін арнаған. Енді одан кейінгі ұлы тұлға Әбу Насыр әл-Фараби туралы айттық. Енді Әбу Насыр әл-Фарабидан кейін оның замандасы тұстасы деуге де болатын шығар. Абу Ибрахим Исхақ әл-Фараби туралы айта кеткенін жөн көріп отырмын. Абу Исхақ әл-Фараби бұл кісінің енді дәл туған жылы туралы дерек жоқ. Бірақ 961 жылы дүниеден өтті деп аталады. Бұл кісі Әбу Насыр әл-Фараби секілді энциклопедист емес, ғылымның барлық саласына қалам тартқан жоқ. Бұл кісі ғана филологияның тіл білімі саласында ғана еңбектер қалдырған екен. Бұл кісінің Диван әл-Адаб деген шығармасы бар. Диван әл-Адаб. Бұл мінекей сіздер менің алдымда тұрған мына кітапты көріп отырсыздар. Осы Абу Ибрахим Исхақ әл-Фараби бабамыздың Бейрутта шыққан еңбегімен бүгін әдейі ала келдім. Бұл кісі сөйтіп араб тілінің грамматикасына арналған шығарма жазған екен. Бұл кісі туралы өмір тарихы туралы деректер өте аз. Бұл кісі туралы неміс ғалымдарды, әсіресе Карл Брокельманның Гешехте дер арабиша литератур деген өте классикалық еңбегінде осы кісі туралы айтылады. Бұл кісі араб тілінің грамматикасына арналған еңбектер қалдырған. Соның ішінде ол еңбектері мыналар. Ас-Салим дейді. Бұл араб тілінің грамматикасына байланысты. Әл-Мисал дейді. Зават ас-Саласа, Зават әл-Арбаға, Хамза. Бұл араб тіліндегі қосарланған түбірлі сөздер, бүтін түбірлі сөздер, буау немесе я әріптерінен болған сөздер, шөу иесі, екінші түбірі, уау немесе я әріптерінен болған сөздер,
төртеу бесі, үшінші бірі уау немесе я әріпте болған сөздер деген секілді тараулардан тұратындығын айтқан жөн. Бұл кітап араб елдеріне кеңінен мәлім. Бұны кез келген арабтың филолог ғалымдары жақсы біледі. Кез келген аспиранттың, докторанттың, магистранттың, бакалавриаттың столының үстінде жататын шығарма. Енді бұл кісі сол араб елдерінде жүріп өзінің жиені тағы бір ғалымды сол жаққа шақырған екен. Ол Жауһар деп атап кетті. Ол лингвист ғалым, тілші ғалым. Ол кісінің толық аты жөні Исмаил әл-Жауһари әл-Фараби. Енді осы бір Абу Ибрахим бабамызға тоқталғым келіп отыр. Ленинградтық үлкен бір ғалым Анас Бакиевич Халидов деген кісі мықты араб тілінің маманы еді. Сол кісі Махмуд Қашқаридың Диван лұғат ат-түрк шығармасын жазуда осы Абу Ибрахим Исхақ әл-Фарабидің Диван әл-Адабына сүйенген дейді. Сүйенген дейді, бұл ғажап нәрсе ғой. Егерде Абу Насыр әл-Фараби араб тілінің етістіктері туралы жазса, сонда тақырыптар берсе, Махмуд Қашқари Диван лұғат ат-түркте, түркі тілінің сөздігінде бұл кісі соны Абу Ибрахим әл-Фарабидің еңбегін үлгі ретінде ала отырып, мұнда ол түркі тілінің етістіктері, түркі тілінің грамматикасы туралы жазады. Яғни үлгі етіп алынған, бұл да бір ғажап нәрсе. Міне осы ғалымнан кейін өмір сүрген тағы бір ғалым, ол Исмаил әл-Жауһари әл-Фараби. Бұл да лингвист ғалым дедік, бұл да тілші ғалым дедік. Енді бұл кісіні сол нағашысы Абу Ибрахим әл-Фараби сол араб елдері шақырған екен. Сөйтіп бұл кісі де нағашысы секілді араб тілінің грамматикасымен айналысқан екен. Бұл кісі шамамен 1800 жылдар дүниеде өткендігі айтылады. Міне әл-Фараби мен осы Абу Исхақ әл-Фарабидің, Исмаил әл-Жауһари әл-Фарабидің арасында көп өмір сүрген жылдарында көп айырмашылық жоқ қой деп ойлаймын. Міне бұл кісінің шығармасының аты Тәж әл-Лұға уас-Сихах әл-Арабия деп аталады. Бұл не деген сөз? Қазақ тіліне аударсақ, тіл тәжі немесе нағыз, ақиқат, шынайы араб тілі деп аталады. Бұл араб елдерінде көп рет басылды. Бұл 7 томнан тұрады. Мен сол кісінің сол еңбегінің бір томын мінекей ала келдім. Бұл кісі араб тілінің түсіндірме сөздігі жасаған. Құдай-ау, отырыда толып, араб тілін білмейтін кезде араб елдеріне барып, араб тілін меңгеріп, араб халқы үшін араб тілінің түсіндірме сөздігін жасауы, бұл шын мәнінде ғажап құбылыс екендігін айтқан жөн. Бұл кісінің еңбегі айттым, жаңа 7 томнан тұрады дедім. Осы кісінің еңбегін зерттеуді мен бір шәкіртім Әл-Фараби атындағы университеттің шығыстану факультетінің қазіргі доценті Шынар Қалиеваға тақырып етіп бердім. Ол кісі осы шығарма туралы кандидаттық диссертация жазып, Ташкентте қорғады. Өзбек ғалымдары сол жылдары қорғалған ең үздік диссертация болды деген баға берді. Ол кейін, Шынардың ол еңбек кейін жеке кітап болып жарияланды. Бұл енді үшінші ғой. Енді отырарлық ғалымдардың ешқайсысының артында қалған бала шағасы туралы дерек айтылмайды. Оның семьясы болды ма, жанұясы болды ма, одан ұрпақ қалды ма туралы дерек жоқ. Ешқайсысы туралы. Тек қана бірақ жағы деді. Ол жоғары сөз болған Исмаил әл-Жауһари әл-Фарабидің Аламаддин ибн Исмаил әл-Жауһари әл-Фараби деген баласы болған екен. Бұл енді филологтан көрі, бұл үлкен математика саласында, және әскери ғылым саласында атағы шыққан ғалым болған екен. Бұл туралы да араб тілінде бір қатар деректер бар. Одан кейінгі келесі ғалымымыз
Келесі ғалымымыз бұл Абу Мұхаммад әл-Мұқаддаси әл-Фараби. Бұл кісі туралы мен деректі Яқут әл-Хамауи ар-Руми деген 1179 жыл туылып, 1229 қайтыс болған, моңғол шапқыншылығының қарсаңында қайтыс болған, көптеген томда тұратын китап Мұғжам әл-Бұлдан деп аталады. Сол кітаптың ішінен деректер тапты. Бұл кісі Абу Мұхаммад әл-Мұқаддаси әл-Фараби бабамыз да бұл кісі үлкен тілші ғалым болған екен. Одан кейінгі тағы бір ғалым Абу Фадл Сиддиқ әл-Фараби. Бұл кісі енді ислам діні саласында қалам тербеген кісі. Фарабта туылған. Бірақ бұл кісінің ныспысында екі атау кездеседі. Әл-Фараби және Ас-Сунахи. Сунахи туралы айттым. Сунақ қаласы үлкен мәдени, ғылыми, рухани орталық болған туралы айттым. Одан болса бұл сол Хусамади бабамыздың өмірі келгенге дейін өмір сүрген үлкен бір ғалым. Бұл кісі хадис ғылымымен айналысқан екен. Бұл кісі туралы Орта Азиялық тарихшы Абу Саад ас-Самани деген кісі жазба дерек қалдырған екен. Мен уақыттың аздығына байланысты кішкене желе жортып айтайын. Одан кейінгі 8-ші әл-Фараби Саад әл-Мүлк әл-Уасиджи әл-Фараби. Қараңызшы, бір қызық дерек. Уасиж деп ғалымдарымыз, араб ғалымдарды әл-Фарабидің отырардың маңындағы Уасиж, қазақтар оқсыз деп атап жүр. Міне осыдан қалдырдан шыққан екен. Абу Насырдың туылған кенттен шыққан ғалым екен. Бұл кісі туралы да жазба деректері. Бұл кісі туралы орыстың атақты ғалымы Бартольд атақты. Орта Азияның үлкен зерттеушісі осының жазып қалдырған деректері бар. Одан кейінгі ғалым Яхия бен Ахмад Абу Закария әл-Фараби. Бұл ғажап. Бұл кісі де араб тілінің грамматикасына зерттеу жүргізген екен. Бұл кісінің де араб ғалымдары Фараб қаласынан шыққандығын айтады. Және бұл кісінің еңбегі Ас-Сихах фил-луға дейді. Тіл туралы шынайы, дұрыс еңбек деп аталады екен. Мінекей. Одан кейінгі 10-шы әл-Фараби бұл Ахмед әл-Фараби. Бұл кісі математик. Таза математик. Бұл кісі туралы кезінде Адамбек Көбесов ағамыз, Қази Нұрсұлтанов деген замандасымыз, желесіміз еңбек қалдырған екен. Тағы бір ғалымның аты бұл 11-ші Абу Али Хасан әл-Фараби. Бұл туралы Орта Азиялық Ан-Насафи деген кісі өткен. Соның Китаб әл-Қант фи мағрифати улама Самарқанд. Самарқанның ғұламалары туралы қанттай тәтті кітап атты шығармасында осы кісі туралы айтылады. Бұл кісі фақих еді. Фақих деген мұсылман заңгері. Сол осы ғылым саласында бұл кісі қалам тербеді деп айтады. Одан кейін 12-ші әл-Фараби бұл Бурханаддин Ахмед әл-Фараби. Бұл кісі ислам діні төңірегінде қалам тербеген кісі. Мен бұл кісінің шығармасын Ленинградтағы, советтік кезінде Ленинград еді, қазір Санкт-Петербург деп аталады. Сондағы Шығыстану үйсінің қолжазба қорынан таптым. Бұл кісі Заллат әл-Қари, Құран оқу үстіндегі жіберілетін қателік деген еңбек жазған екен. Соны мен кітаптың өзін емес, трактаттарының үзінділерін таптым. Ол көшірмесі бар. Сөйтіп жүрген кезімде 2000 жылы кездейсоқ осы кісінің осы Заллат әл-Қари туралы арабтың үлкен бір тағы бір ғалымы Біріккен Араб Әмірлігінің Дубай деген қаласында Заллат әл-Қари зерттеуге арналған кітабы шыққандығын естіп, сонда біздің елшілік арқылы сол кітапты қолыма түсірдім. Ол бір ғажабы, сол Құран дұрыс оқу керек. Дұрыс оқу керек деп айта отырып, осы трактатты өлеңмен жазған екен. Бұл ғажап нәрсе. Өлеңмен жазған трактат. Бұны да болашақта Құда қаласа
зерттеуіміз керек деп ойлаймын. Одан кейінгі 13-ші ғалым бұл Әбілқасым әл-Фараби деп аталады. Бұл кісі енді шамамен моңғол шапқыншылығының тап алдында, қарсаңында өмір сүрген кісі екен. Бұл кісі мен қайдан таптым? Бұл кісінің шығармасын мен Қазаннан таптым. Қазан университетінің кітапханасының директоры болған Готвальд деген немістегі кісі қойып. Сол кісі көз тірісінде, осы Әл-Бадахшани деген Бадахшаннан шыққан бір ғалым туралы кішкентай жинақ шығарған. Сол кісі Әл-Бадахшани Әбілқасым әл-Фарабидің бір шығармасы туралы көшірме еңбек қалдырған екен. Бұл кітаптың аты, бұл кітапты Халисатул Хақаиқ деп аталады. Бұл енді таза ислам дініне мәселесіне арналған. Сөйтіп, сол Бадахшанидің көшіріп қалдырған еңбегінен 60 беттік брошюра шығарған екен. Мен кезінде осыны алып, зерттедім. Бұлардың барлығы да неміс ғалымы Брокельман да басқалар да бұны кісіне Әбілқасым әл-Фараби деп жазады. Бірақ кейінгі кездері бұл кісінің әл-Фарабиге қосымша тағы да бір аты болғанда байқалды. Ол әл-Фараби. Әл-Фараби және әл-Фараби. Екі атпен. 19 ғасырдағы ғалымдар, Евро ғалымдары, Ресей ғалымдары бұл кісіні әл-Фараби дейтін болса, араб елдерінің ғалымдары бұл кісінің қосымша атағы да әл-Фараби деген аты болды, есім болды деп жазады. Фарияб бұл Хорасан жағында, қазіргі Ауғанстанда. Сөйтіп бұл кісі сол соғыста толып, кейін өмірдің көпшілік бөлігін Бұхара қаласында өткізген деп айтылады. Міне бұл кісінің осы бірнеше шығармалар біздің заманымызда жеткен. Пайғамбарлар туралы жазған еңбектер бар, уағыздар деп болады. Бұл кісінің еңбектері біздің заманымызда жеткен. Осының 2000 жылы Каир қаласында 2 томдық, Петербургда шағын ғана трактат тұр дедім ғой, 2 томдық осының өмірі мен шығармашына арналған үлкен зерттеу шықты. Енді осының қарсаңында мен тағы бір шәкіртім, Нұр-Барак университетіндегі қазір кафедра меңгерушісі Нұрлан Андарбаев осы тақырыпты беріп, осы тақырыптан кандидаттық докторлық PhD диссертация қорғады. Ол осы Әбілқасымның ата тегін түгел мұқият зерттеп шықты. Фараб деген сөздің мағынасын зерттеп шықты. Үлкен бір еңбек қалдыр. Ол еңбек жақында жуырда басылып шықты. Бұл туралы да ұзақ айтуға болады. Тағы бір ғалым Абдас-Самат әл-Фараби. Бұл менің тізімімде 14-ші. Бұл кісі туралы түркітекті түрк ғалымы Хаджи Халифаның Кашфа Зунун деген кітабында жақсы мағлұмат берілген. Бұл кісі де дін саласымен айналысқан кісі. Енді мен тағы бір кісі, бұл 15-ші Махмуд әл-Фарабиге тоқталғым келіп отыр. Махмуд әл-Фараби бұл кісі ғалымнан гөрі үлкен халық батыр деуге болатын секілді. Академик Бартольд өмірінің аяғында мындай бір кітап жазуға талпынған екен. Бартольд. Программа по истории государственности Туркестана. Бартольдты бәріңіз білесіздер. Орта Азияның тарихын зерттеген ғалым. Сол бастаған зерттеуінің ішінде Махмуд әл-Фараби қозғалысы және оның әлеуметтік тамырлар деген тақырып бар. Яғни Махмуд әл-Фараби отырарды қорғаған халық батырларының бірі болып тұр ғой. Сол туралы Бартольд зерттеу жазуға оқталған, бірақ бұл зерттеу аяқталмай қалған. Бұл кісі туралы орыстың тағы бір ғалымы Туманович зерттеу қалдырған екен. Оны білгісі келетіндер болса, қарап, іздеп тауып
менің кітаптарымның ішінде айтылады, қарауына болады. 16-шы Әл-Фараби, бұл Қауамадин Әл-Фараби Әл-Итқани. Түркістан қаласына кіреберісте 30 шақырым жерде Ихан деген қала бар. Қазір де бар. Бұл қалада тарихы өте тереңде. 18-ші ғасырда өмір сүрген орыстың саяхатшы Рычков деген кісі осы Иханда болып, онда 300-ге жоқ отбасы тұрады деп жазған екен. Ихан қаласы Түркістанға баратын батыс Европа, батыс Қытай жолында, жолдың сол жағында қирап жатыр. Отырар секілді қирап жатыр. Міне осы қалдан шыққан Қауамадин Әл-Итқани Әл-Фараби. Бұл кісі бір ғажабы өзіне шығармалы 3 фамилиямен жазған екен. Әл-Итқани, Әл-Фараби, Әт-Түркістани. Қараңызшы, менің ойымша Ихан бұл кіші қалаға кент, бұны кім біледі деп Әл-Фарабиді алған болу керек. Және бұл кісі Әл-Фарабиде Фараб қаласында 31 жасына дейін бас имам болған екен. Одан кейін Әл-Фараб қаласында кім білер, кім білмес деп Түркістан қаласында өзіне есім соя етіп алғандығын байқады. Міне осы кісі де бірте-бірте 31 жасына дейін, одан кейін Дамаск қаласына келіп, араб елдеріне сапаршы екен ғой, осында келіп тұрған екен. Бұл кісі өзінің өмірбаяны туралы дерек қалдырған адам. Өмірбаян туралы. Басқа жоғарыда айтып кеткен Әл-Фарабилердің ешқайсысы да өзінің өмірбаяны туралы ештеңе жазбаған. Мына кісі ғана өзінің өмірбаянын жазып қалдырған. Бұл кісі жазады. Мен Дамаскқа келген кезде, бұл енді мәмлүктердің кезі ғой. Бұл Рамазан айы еді. Қадір түні еді дейді. Қадір түні қарсаңында кешке намазда, мешітте намазда болдым дейді. Сонда имам, жергілікті имам ғой, сол рукудан тұрған кезде тағы да құлақ қақты дейді. Аллаху акбар деп құлақ қаққан ғой. Сол намаз біткеннен кейін, сен біздің намазды бұздың ғой деп айттым дейді. Неге бұздым? Бұзған жоқ. Жоқ, сен бұздың. Жоқ, бұзған жоқпын. Жоқ, бұздың деп дау-дамай басталып кетті дейді. Біздің Орта Азияда намазды бұлай оқымайды. Бұнда артық амал жасамайды деп айттым дейді. Біздің Орта Азияда болды, көрдіңіз бе мінекей. Сол өзінде бабаларымыз дін тазалығын сақтаған. Қараңызшы. Сосын екеуміздің арамыздағы жанжалды сұлтанның орынбасары естіп тұрып, бұл не жанжал? Мына кісі, ана Орта Азиядан келген, ештеңе білмейді адам, намаз бұздың деп жатыр дейді. Неге бұздың? Рукудан шыққан кезде тағы да Аллаху құлақ қаққы болмайды деп айтады дейді. Сонда ол екеуінді тыңдап алды. Қой, мен сұлтанның орынбасарымын. Мен саяси қайраткермін. Мемлекет басшыларының бірімін. Сендердің дауларыңды муфти шешсін деп Сирияның, Шам елінің муфтиіне жүгіндік дейді. Ол кісі екеуін тыңдап болып, ол кісі бір ақылды адам екен дейді. Сен өз дәлеліңді жаз, деп айтты. Соның арқасында мына бабамыз, Ихани Қауамадин бабамыз, Орта Азиядан шыққан ғалымдарын тізіп берген ғой. Иханнан шыққан ғалымдар, Сығанақтан шыққан ғалымдар, Түркістаннан шыққан ғалымдар деген, Сығанақтан шыққан мынандай ғалым былай деп айтқан. Түркістаннан шыққан ғалым былай деп айтқан деген секілді. Иханнан шыққан мына ғалым былай деп айтқан деген. Соның арқасында біз, осы Қауамадин бабамыздың арқасында біз тағы да көптеген ғалымдарды тауып отырмыз. Сонда бірақ муфти өзінің жерлесін жағына шығып, мені құптамады. Сосын маған Дамаскіден кетуге тура келді. Сөйтіп бұл кісі 25 жыл Бағдат қаласындағы Абу Ханифа медресесінің ұстазы болған екен. Сөйтіп жүргенде, күндердің күнінде бұл кісіні Каирге шақырған. Бұл мамлүктердің көзі ғой. Каир қаласының әкімі шақырып, мен мына Каир қаласынан медресе салдым. 4 мазхаб ішінде, 4 мазхабқа арналған. Келіп осыны басқарып, өшел ұстаздық етіңіз деп шақырғаннан кейін, бұл кісі сол Каир қаласына барғандығын айтады. Осының барлығы ол кісінің өмірбаянында бар. Сөйтіп ол кісінің сол жерде тұрып, сонда дүниеден өткен екен. Бұл кісі 1286 жылы туылып, Иханда 1357 жылы Каир қаласында қайтыс болған екен. Міне осы кісінің Ат-Табиин деген үлкен бір трактаттарын Кувейттің университетінің заң факультетінің деканы араб тілін 2 том етіп бастырып, жеке кітап шығарды.
мен жаңа дейіннен бірақ кітап көтеріп жүруді өте қиын. Оны тағы бірде келер деп ойлаймын. Міне сөйткен атамыздың қызмет еткен медресесі күні бүгінге дейін Каир қаласында тұр. Мен Египетке барған сапардың барлығында осы медресеге кіріп бабамызға дұға жасап кетуді дәстүрге айналдырдым. Одан кейін тағы бір ғалым бар, бұл 17-ші Хусамаддин әл-Отрари. Енді қараңызшы, осы Хусамаддинге дейін өмір сүрген ғалымдардың барлығы әл-Фараби, Фараби деп келсең бірте-бірте енді олар, бұда аталатын ғалымдардың бірқатары өзінің отырарлық ғалым, отырарлық екенін білдіреді, Отрари деп атай бастағанын көрсетеді. Бұл кісі туралы шығарманы мен атақты мароккалық саяхатшы Абу Абдалла Мухаммад ибн Баттута Тухфат ан-Нузар фи ғарайб әл-Амсар ва ажайб әл-Асфар, қалалар мен саяхат таң ғажайыптарын пайымдауларға сиятты еңбегінен кездестірдім. Бұл кісі мароккалық саяхатшы, ол оны бүкіл араб елдерін аралап шығып, одан кейін қазіргі Түркияға, Рум еліне келіп, одан кейін мына біздің Атырау облысының, Атыраудың маңындағы Жайық өзенінің жағасындағы Сарайшық қаласына келгендігін айтады. Сарайшық қаласына мені Сарайшық қаласының бас имамы қабылдады, қонақасы берді. Сөйтіп оның баласы келіп, ата деп айтты. Бұлардың тілінде бұл әке деген білдіреді екен деп жазады, қараңызшы. Бұл шығарма туралы өзбектің мен бір әріптесім Ибрагимов Неғматолла деген жігіт кандидаттық диссертация қорғағаны бар. Міне осы кісі ары қарай Хорезм аралап келіп, Хорезмге келген сапарында маған жолда әл-Отрари деген кісімен танысудың реті келді дейді. Сөйтіп ол кісі туралы бір қызықты реті келтіреді. 18-ші бұл Мұхаммад бин әл-Хусейн Мәжитәддин әл-Усрушани, Мұхаммад бин Хусейн әл-Фари. Бұл 1234 қайтыс болған. Мінекей, біз 870-тен бастап ек, мінекей 1234-ке келдік. Бұл кісі Абу Насир әл-Фарабидің Фусус әл-Хикам, кемеңгерлік меруерттен кітабына түсініп жазған екен. Міне қараш, бұл жағы бабаларын сыйлап, отадан шыққан бабасының шығармасына зерттеу жасаған үлкен ғалым. Мына қараш, бұл ғажап қояды. Бұл жаңа бірін-бір сыйлау, бірін зеттеу, құрметтеу дегенді білдірсе керек. Одан кейін 20-ші ғалым Ага Хасан әл-Фараби. Бұл кісінің кітабымен Түркияның Ас-Сулеймания, Сүлеймен патшаның атындағы кітапхананың қолжазба қорынан көрдім. Бұл кісінің кітабы Хидая тәржімасы деп аталады. Хидая деген не бұл? Хидая деген кітапты жазған Бурханеддин әл-Марғинани, Марғұланнан шыққан ғалым. Міне осы Әл-Хидаяден кітапты Совет одағы орнағанға дейін, сонау орта ғасырдан, 12-ші ғасырдан соған дейін сот жүйесінде пайдаланып келген. 1924 жылы ғана Советтер күшіне мінгеннен кейін бұны шеттеткен. Астып советтік сот жүйесін қалыптастырғаннан кейін осыны басқа еңбектерді пайдаланған. Соға дейін осы еңбекті біздің сот жүйесінде пайдаланған. Міне осы кісі сол еңбектің аудармасын жасаған екен. 21-ші Абу Фадл Тахир бин Мұхаммад әл-Фараби аз-Захир деп аталады. Бұл да бұның еңбегінің аты Диванды. Диван деген жинақ дегенді білдіреді. Диван деп аталады. Одан кейінгі бір ғалым Абдал-Латиф бин Ахмад әл-Фараби деп аталады. Бұл кісінің еңбегі әл-Харакатул фикрия вәл-адабия вәл-алам-ил-араби хадис дейді. Бұл кітапты мен Марокканың Касабланка қаласынан кітап дүкендерінен кездестірді. Бұл кісі дін саласына арналған. 23-ші Абдулла бин Мұхаммад бин Юсуф Насыр әл-Фараби әл-Ази деп аталады екен. Бұның енді шығармасы бұл андалусиялық ғалымдардың тарихын жазған адам екен. Бұл тарихшы. Андалусиялық ғалымдардың тарихын жазған екен. Тарих олама әл-Андалус деп аталады. Андалусия бұл Испанияның оңтүстігінде 711 жылы арабтар жаулап алып, 1492 жылғы Испанияның оңтүстігінде бірнеше халифаттар болғандығын білеміз. Міне олай болды, осы Испаниядан шыққан, Андалусиядан шыққан мұсылман ғалымдарын зерттеген адам екен. Тағы бір ғалым, 24-ші Бадраддин бин Нураддин бин Айюб әл-Ибрахим әл-Фараби. Бұл кісінің шығармасы Санкт-Петербургдағы
қолжазба қорында тұр. Енді бір қызық нәрсе, одан кейін бірнеше ғалымдар отырар, бұлар ақындар. Бұл кісі туралы, бұл кісі туралы Камаладдин Абдураззақ бин Ахмад Әл-Бағдади Аш-Шайбани Ханбали деген кісі 5 томдық еңбек қалдырған екен. Соның ішінде Исфиджабдан шыққан, Сайрамнан шыққан, Қараспаннан шыққан, Сығынақтан шыққан, Иханнан шыққан, Жекіл Тераздан шыққан ғалымдар туралы қызық деректер бар. Бұны аударған біздің әріптесіміз Әшірбек Мамонт деген бауырымыз. Сол бұл кісілерден қалған өлеңдерді араб тілінен, бірер жолдық араб тілінен орыс тіліне аударып жариялаған. Мен содан сүйеніп, соны алдым. Бұлардың есімдері енді 26-шы Аляддин Абул Харис Арслан, түркі есімді, Ибн Дауд Ибн Али Әл-Отрари. Одан кейін 27-ші Мәжидаддин Абу Али Фадлаллах Ибн Мұхаммад бин Ахмад Әл-Отрари. 28-ші Саид Джалаладдин Әл-Итқани Әл-Фараби. Отрари. Жоғарда қауым атын айтып кеттік. 10-шы ғасырда өмір сүрген. Мына кісен ойқаннан шыққан тағы бір ғалымдардың бірі. Саид Джалаладдин Әл-Итқани дейді. Мінекей, қарайшы. Бұл енді 10-шы ғасырда өмір сүрген кісі екен. Енді 29-шы бұл кісінде аты жөні Отрари деп аталады. Қиуамаддин Абу Али Ахмад ибн Абдурахшид Әл-Отрари. Бұл кісі ислам дінінің заң саласының маманы екен. Фақих деген сөз бұл заңгер дегенді білдіреді. Яғни 30-шы Камаладдин Абу Насыр Юсуф Абул Қасым бин Исмаил Әл-Итқани. Мына 3-ші Итқани шықты тағы да. Иханнан шыққан 3 ғалым, 4-шісі бар. Камаладдин Әл-Итқани. Осылардың барлығын зерттеу керек. Міне осылардың барлығы. Енді Американың Принстон деген университеттің кітапханасына мен бір кісі таптым. Бұл 31-ші Мұхаммад Абдулла Әл-Фараби. Бұл логика саласында қалам тербеген екен. Бұның шығармасы туралы айтылған емес еш жерде, жазылған емес, аударылған шығармасы Американың Принстон деген университеттің қолжазба қорында жатыр. Енді тағы айта кететін нәрсе, 32-ші Шейх Мұхаммад Абу Наср Аднан Әл-Фараби. Бұл кісі медик, дәрігер. Бұл кісінің медицина саласында арналған бірнеше трактаттары қалған. Енді жуырда мен түрік ғалымдары, өзбек ғалымдарының эпитафия мусульманских ученых Самарқан деген кітабын маған Әшірбек ініміз маған берді. Бұл Самарқанда жерленген ислам ғұламаларының басына қойған құлпытастардың расшифровкасын берген ғой. Сонда сол Самарқанда жатқан табір біздің бабамыздың аты Абу Бакр бен Хусейн бен Хасан Әл-Фараби деп аталады. Бұнда тек қана басындағы құлпытастағы жазуды қарап қана біз Әл-Фараби екендігін біліп отырмыз. Мінекей бауырлар, бүгін сөйтіп біз өте қысқаша уақыттың аздығынан 1 сағаттың ішінде Отардан шыққан, Иханнан шыққан, Сығынақтан шыққан, Баласағынан шыққан, Тараздан шыққан, Сайрамнан шыққан негізінен Абу Насрды беткесте отырып, осы қазақ жерден шыққан ғалымдарды атап өттік. Мен былтыр Абу Наср Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдық мүшел тойына арнап мынандай кітап жаздым. Абу Наср Әл-Фараби ұлы даланың дара тұлғасы. Шынында да Абу Наср Әл-Фараби өз заманының кемет құбылысы, феномені, өз заманының, қазақ даласының үлкен дара тұлғасы. Осы күндері жастарымыз біз ғылым үйренуді кімге еліктейміз, кімнен үйренеміз деген кезде, міне еліктейтін адам, міне үйренетін адам деп осындай ғалым бабаларымызды Абу Наср Әл-Фарабиден бастап ғалымдарымызды атауымыз керек. Бұлар араб тілін білместен тұрып, білмей тұрып, сол елдіге барып, бұл тілді меңгеріп, араб тілінде арабтар үшін түсіндірме сөздіктер жазауының өзі бұл үлкен бір құбылыс. Бұл ғажайып нәрсе деп сөзімді аяқтағым келеді. Құрметті Әбсаттар қажы,
Сіздің бүгінгі құнды деректеріңіз бен қызықты дәрісіңізге көп рахмет айтамыз біздің тыңдармандардың атынан. Қалаңыз ешқашан талмасын, шығармашылығыңызға жаңа серпін беретін, деніңіз сау болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.